Мүмкін бірнеше қазақстандыққа генетикалық егіз бола алатыныңызды білесіз бе? Генетикалық егіз бұл басқа адамға қан түзетін дін жасушаларының кішкене бөлігін қамтамасыз ете алатын, сол арқылы оның өмірін сақтай алатын адам. Дін жасушаларының донорлығы кейде сүйек кемігі деп аталады. Қатерлі ісіктерді, генетикалық, иммунологиялық және гематологиялық ауруларды емдеуге көмектеседі. Сіз неге мен туыстары бар емес пе деп сұрауыңыз мүмкін. Иә, пациенттің туыстарының арасынан донор табылуы мүмкін, бірақ ықтималдық тек 25%. Сондықтан қазақстандық әлеуетті сүйек кемігі донорларының тізіліміне еріктілер қажет. Бір-бірімен байланысы жоқ екі адамның сәйкес келу ықтималдығы аз, шамамен 10 мыңнан 1. Сондықтан дін жасушаларының донорлығы біреудің өмірін сақтап қалудың бірегей мүмкіндігі. Дін жасушаларының донорлығы ауыр да қауіпті де емес. Донорға тапсырар алдында бағаналы жасушалардың қанға шығуын ынталандыратын препарат беріледі. Жасушалардың донорлығы тамырдан қан берумен бірдей. Дін жасушаларын бермес бұрын донор медициналық тексеруден өтіп, егжей-тегжейлі кеңес алуы керек. Ол тегін. Егер сіздің генетикалық егізіңіз сіздің көмегіңізді қажет етсе, тіркеу бөлімінің қызметкері сізбен байланысып, науқасқа сүйек кемігінің жасушаларын беруді ұсынады. Нағыз донор болып, адам өмірін сақтап қалудың өзі үлкен жетістік. Толығырақ білгіңіз келе ме? spct.kz сайтына кіріңіз. Немесе +7 705 525 0240 нөміріне хабарласыңыз.